Біздің қазақ бабаларымыз не айтса да бекер айтпаған. Четко айтып кеткен ғой. Бәрін орныменен артық кетіп отқан ештеңесі жоқ. Бәрін орнымен айтып кеткен бар ғой. Қағыспада қазақ өледі деген бар. Білесіңдер ме сол? Ол неге айтылған сөз? Мысалы, өзге ұлттың екі адам соғысып атса, ұрысып төбелесіп атса, мысалы анау басқа ұлттың адамы, мынау басқа ұлттың адамы. Сол екеуі соғысып, қырылысып, төбелесіп атса, ортасынан қазақ барады екен. Анау анандай еді, мынау мынандай еді, қойсайшы деп барады екен. Сол кезде екеуі де жынданып, екеуі де қазақ тұрып кетеді екен. Сондай мағынада. Енді қара, қағыспада қазақ өледі дегенде, соны айтқан бабаларымыз бар ғой, точно айтып кеткен екен бар ғой, қараңдаршы. Дубайда американский база бар екен. Американский военный база бар екен. Соны енді Иран соған ракета жіберді, военный базаға жіберді. Ол военный базаға жетпей, ол барып қазақтың қашқындарының, қазақты тонап, қазақтың елінің тонап, қашып келген Дубайда Назарбаевтың есігінің мына жағына түскен ғой. Енді бұл жерде не айтуға болады? Бұл жерде жаңағы мақал дұрыс келеді. Қағыспада қазақ өледі деген. Көрдің ба? Иран қайда, Дубай қайда? Біздің Қазақстанның оларға шатағы жоқ. Ештеңе деп отырған жоқ. Өзіміз барып, өзіміздің ұрылар ақшаны, бюджеттің ақшасын тонап, Дубайға апарып, Дубайда орыстан қашып, Путиннен қашып, Дубайдан үй салдырып еді. Айналып Путиннің бомбасынан қашып, Путиннің оғынан қашып, Дубайға тығылып еді. Дубайда Иранның бомбасы келіп, бадың етіп еді. Екі қабат әйелдер шала туып қойған. Назарбаев приступ болып қалған. Назарбаевтың қасында бір-екі адам бар екен, ол да сол Назарбаев сияқты. Бая қашқын депутаттар ғой. Сол паралич болып қалған. Сондай біреулері жаңағы түрлі ауру болып не қылды. Бір бомба түскенде нелердің ауру давлениелері көтеріліп, сол жердегілердің бәрі сөйтіп кетті. Әзіл қалжың аралас енді. Енді қағыспада қазақ өледі деп осыны айтқан екен. Қазақтар барып сол жаққа ұрлаған, соншама ұрлаған аш көздер Дубайдан барып этаж үй сатып алып, қазақ ауыл жасап қойып еді ғой. Атаң басы саған. Ол қазақ ауыл военный, американский военный базаның жанында болды ма, не болды. Бұдың өткізген ғой. Бұдың өткізген кезде екі көзі жарқ ете қалған. Назарбаевтың давлениесі көтерілген. Сол жердегі 48 имам барған Назарбаевтың алдына. Машалла, 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 машалла деп аппақ гинекологтың қалатын киіп. Мінекей. Енді тағы 5-6 бомба сол аумақтарға түссе, расында да қағыспада қазақ өледі екен. Жазықсыз біздің байлар барып, сол жерге барып өлетін болып тұр ғой. Жарайсың.
несін Ирандағыларға точно адресін айту керек еді. Сен былайыраққа түссің, былайырақ түсуің керек еді, кішкене қаттырақ атуың керек еді деп адресін айту керек еді да. Сонда жақсы болады.